өзінің есеп беруін осында біз осы Жамбыл көшесіне асфальт жүру туралы бастама көтеруге тұрмыз. Сол бастама бүгін мінекей орын алып жатыр. Көшеміз жанданып жатыр. Рахмет аудан әкіміне осы біздің немізді орындап жатқанына. Негіз біз үлкен мән беріп жатырмыз. Жаңағыдай мәселелер өсіп жүр. Технологиялар келіп бәрін сапасын алып кетті. Грунтовка жұмыстарды тексеріп алдық барлығын. Енді бүгін ертең осы 2 күнде асфальт жұмыстарын бітірсек деген ниетіміз бар. Мына Құдай қаласа осы бітсе, мына ауылдың тұрғындары бір үлкен рахмет айтып тұр. Себебі бұл мәселе былтыр аудандық жылдық қорытынды есебінде мына елдің сұранысы болатын. Осы орталық көшені бір жақсы жөндеп берсе деген мақсаттар бар еді. Біз осыны іске асырып жатырмыз бүгінде.